Қайырлы күн. Бүгінгі мынау біздің жиналысымызға аздаған, жиналыс деуге де болатын шығар, подкастқа қош келдіңіздер. Құрметті біздің студенттер, түлектер, магистранттар, және де мынау біздің болашақ көрермендер, абитуриенттеріміз, талапкерлерімізге де осы видеоны көріп отырсаңыздар, бізге келіп жатсаңыздар, қош келдіңіздер деп айтамыз. Енді бүгінгі біздің мынау жиынымыз осындай біздің керемет, менің көзқарасым бойынша осы экономиканың ішіндегі өте бір спецификалық ерекшелігі бар әлемдік экономика мамандығына арналады. Бұл мамандық жалпы Қазақстанда деп айтсақ, Қазақстан емес, жалпы әлемде экономикалық мамандықтардың ішіндегі жас мамандық болып табылады. Соның ішіндегі жаңа бір бағыты әлемдік экономика. Енді қазір бір-бірлеріңізді енді танып біліп отыру үшін мен сіздерді таныстыра кетейін өзара бір-бірлеріңізбен. Енді мен өзім осы әлемдік экономика мамандығында сабақ беретін аға оқытушы Жандос Аманжолович. Мына кісі Лаула Жұмағалиева Лаула Жандарғалиқызы бізде әлемдік экономиканың қазіргі таңда 3-ші курс студенті. Амангелдиев Асқар біздің 2019 жылғы түлегіміз. Осы недегі әлемдік экономика мамандығы бойынша қазіргі таңда Түркістан қаласындағы халықаралық туризм және меймандостық университетінде экономист мамандығы. Сол неде жаңадан ашылған университет қой ол. Жаңадан ашылған университет, сонда экономист бөлімінде, экономика бөлімінде экономист болып жұмыс істейді. Және Құрманәлі Адия Болатқызы. Бұл магистрант біздің 21 жылы бітірген, яғни қазіргі таңда Италияның Пиза қаласында, Пиза университетінде магистратурада өзінің білімін жалғастырып жатыр, яғни сол Италияның несімен, грантымен, білім бағдарламасымен. Ал енді ары қарай диалог болу үшін енді біздің әңгімеміз жақсы өрбіп жүріп отыру үшін мен сіздерге енді әңгімені бастап берейін. Негізінен енді ары қарай өздеріңіз алып кетесіздер, немесе ары қарай сіздердің нелеріңіз деп айтады. Асқардан бастайын, өйткені уже оқуды бітіріп қойды, одан кейін уже бітіргеніне де 2 жыл болды, және де нақты уже өндірісте, яғни осы білімдерді пайдаланып жатқан, олардың несін жаңағы көріп жатқан адам деп айтсам болады. Енді сіз осы жалпы әлемдік экономиканы таңдап жаңағы оқуды түскен кезде басқа қандай да бір не болды ма сізде таңдау? Екінші таңдау. Егер таңдау сондай болған болса, неге әлемдік экономикаға не бердіңіз? То есть акцент бердіңіз, және сол сұрақтың жалғасы, үмітіңіз ақталды ма? Рахмет. Қайырлы кеш барлықтарына. Жалпы мен 2015 жылы мектеп бітірдім. 2015 жылы мектеп бітірген кезде алтын белгімен бітірдім. И менде 2 таңдау болды. Мен өзім бұрыннан экономика және де менеджмент таңдаймын деп жүрдім. 2 таңдау келді. Маған НУ-ды ұсынды, Астана қаласында, сояқта менеджмент таңдау. И ағам, өзім туған ағам, осында әлемдік экономиканы ұсынды. Екеуінің ішінен мен именно әлемдік экономиканы таңдадым, өйткені егер менеджмент таңдайтын болсам, ол бір салада қалып кетеді. Мысалы тек менеджмент жағын оқитын боламыз, и сол сферада жұмыс жасаймыз болды. Ал әлемдік экономика ол тек қана бір менеджмент болсын, маркетинг болсын, бухгалтерия болсын, аудит болсын, аудит саласы болсын, барлық жағын қамтиды. Біз 4 курс оқығанда, 1-ші курстан бастап, 1-ші үшматтан бастап бүкіл бізге не керекті, соның барлығын оқып шықтық. Бухгалтерлік есепті оқыдық, экономиканың өзінің тарихынан бастап өте білімді ұстаздарымыз болды, Раушан Елемес сияқты болсын. Сол кісілердің білімін алдық. Мен ешқашан өкінбеймін, өйткені бұл жерде менеджмент таңдайтын болсам, егер мен қазір қарап отырсам, мен өзім қарап отырсам, менеджмент саласы бізде онша қатты дамымаған. Енді дамып келеді, бірақ енді басқа мемлекеттермен, дамыған мемлекеттермен салыстырғанда қайда артта қалып кеткен. Ал бізде керегі не? Бізге керек экономика керек. Мықты экономикасы болмаған мемлекет бола алмайды. Тек қана мемлекет емес, мысалы бізде, мен университетте істеймін да, университет мықты болуы, ол экономикасы, жаңа қаржылық жүйесі мықты болса, ол университет болады.
біліммен қамтамасыз етеді оқушыларды, сондай сияқты. И жаңада жобалар ашып, жаңа дәрежені көтеруге осы экономиканың көп пайдасы бар. Неге дейін, осы университетке дейін сіз басқа жерде істедіңіз ғой, иә? Университетке дейін бухгалтерлік. Қанша уақыт істедіңіз? 1 жылдай істедім. 1 жылдай. Білімдеріңіз, жалпы университетте алған білімдер негізі жақсы керек болды ма? Жақсы айтып кеттіңіз, өйткені бізде бухгалтерлік есепті өттік және аудиттік пәндерді өттік. Ол жерде біздің мұғалімдеріміздің берген білімдері қазіргі жұмыста, практикада келіп жатыр. Оны қолданып жатыр. Мысалы, жұмыс жасап жатырмыз да, мынаны айтып еді ғана ағай. Мына есімізге түсіміз, мына сабақтан мен қиналып жүрмін, осы ғой мен нағып жүрген деп күліп еске аламыз, мысалы, сондай сәттерді. Практикада келетіні қуантады да, бірақ барлығы дер келеді деп айта алмаймын. Бірақ основа дейді ғой, негізі келгендіктен ары қарай жұмыс істеуге ыңғайлы. Тағы бір сұрақ, сол сізге не қылып қояйын оны. Сізге мысалға мынадай сұрақ, біз барлығымыз білеміз, енді ол ешқандай не емес, жасырын емес, және де ол кемшілік те емес деп айтсақ болады. Теория әрқашанда практикадан артта қалып жүреді. Практика әрдайым алда жүреді. Сол осы тұрғыдан алғанда сіздің алған білімдеріңіз практикаға барғанда қаншалықты ескірген немесе қаншалықты қазіргі таңда ол білімдер, то есть қаншалықты жаңа немесе? Біз осы университетте оқыған кезде тек оқумен қатар активистікті алып жүрдім да мен. И соның арасында бізге өте мықты мұғалімдер сабақ берді. Раушан Елемесов, Айнұр Оңдашқызы, өзіңіз, Жандос Оспанович, өзіңіз. Сол кісілердің арқасында біз жаңарып отырдық. Жаңа білімді, мысалы, программа ескі болса да, жаңа білімді қосып отырдық кісілер. Мынандай осы экономикадан осындайды оқыңдар, болмаса осыншама кітап барды, осындайды оқыңдар, өздерің қалай айтсам болады, көзқарастарыңды кеңейту үшін осындай кітаптарды оқыңдар, болмаса осы білімді алыңдар деген сияқты қосымша беріп отырды. Сол кісілердің арқасында енді Құдайға шүкір алмасып жаңа нәрсені тез үйреніп отырдық та. Тағы не еттік? Енді келесі мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді өйткені мен өзім енді сіздерге сабақ берген болмаса, студенттік өмірлеріңіздің қалай өтіп жатқанын жалпы білгенімізбен, бірақ та оның ішінде жүргеніміз жоқ та, біз қатысушысы болып жүргеніміз жоқ. Сондықтан енді барлықтарыңызға ортақ сұрақ, енді Асқар мен Надия уже бітіріп қойды оқуды, Алауда әлі оқып жатыр. Жалпы енді қалай студенттік өмір, оқудан тыс, жалпы қандай несімен қызық? Дәл осы халықаралық қатынастар факультетінде және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде. Енді өздеріңіз былай кезекпен айтып өтсеңіздер. Бірінші Қазақ университеті алтын шаңырақ, қара шаңырақ дейді барлығы. Бұл жерде бұрыннан қалыптасып келе жатқандықтан, мен мысалы қазір жаңа университетте жұмыс жасаймын да, и түсінемін, что Қазақ ұлттық университетінің бұрыннан қалыптасып келе жатқан, қандай қиын кезеңдерден өткендерін, қандай опыт жинағандарын, и соған қарап риза боламын. Өйткені біз студент болған кезде көптеген мүмкіндіктер болды. Тек қана оқумен қатар активистік өмірлерге, қаланың көркеюіне, қоғаммен араласуға, жанашыр жандарға көмектесуге сияқты істерді жасап отырдық. Біз Әсемгүл Бауыржановна кураторымыз болды. Ол кісіге рахмет. Сол кісімен бірге керемет музейге, театрға, медеуге бір топты жақсы басқарды десе де болады, и қызықтырып отырды. Сонымен қатар сол қызығушылықтың арқасында білімге деген қызығушылығымыз тағы арта түсті. Сол кісілердің арқасында. И көптеген мүмкіндіктер бар. Бұл жерде Қазақ ұлттық университетінде организациялар көп. Именно біздің осы халықаралық қатынастар факультетінде өте дамыған организациялар өте жақсы жұмыс жасайды. Мен мысалы Сұңқар кәсіподағында жұмыс жасадым. Ол жерде көптеген тәжірибе жинадым десем де болады. Көптеген мүмкіншіліктер ашылды алдымда. И сонымен қатар оқуға да үлгеріп жүрдім. Оқуға да әрі қоғамдық өмірге де араласуға өте ыңғайлы.
бізде барлық мүмкіндіктер жасалынған. Кітапхана десеңіз, бізде де кітапхана бар, Қазақ ұлттық университетінің өзінің негізгі кітапханасы да бар. Бүкіл жағдай жасалынған, көңіліме толады барлығы. Былайша айтқанда ыңғайлы да бізге бүкіл жағдай жасалынған. И мұғалімдер де оны түсініспеушілікпен бізге, мысалы, біздің жағдайымызға да қарайды да, егер біз қиналып келе жатсақ, сәл көмектеседі мұғалімдер. Егер оқымай кетсек, қатал болып бізді тәрбиелейді да, чтобы бір жолға салу үшін. Сол жағына рахмет айтқым келеді ұстаздарға. Қызықтыратын нәрсе көп бұл жерде. Университетте шетелдік программалар бар, шетелде оқу бар. Сонымен қатар мен группасым, мысалы орынбасар академический мобильность дейді. Сонымен Турцияда бір семестр болып келді, оқыды, өте жақсы білімін, өте қандай білім алғанын айтты, өте. Қазір өз қызмет етіп жатыр өз еліне. Ал енді мен кәсіподақ туралы айтсам, мен өзім толерант кәсіподағына кірген болатынмын. Ол кәсіподақ Европалық елдердің тарихын зерттейді, және де тілдерін зерттейді. Мен магистратурада оқып жатырмын Пизанский университетте. Және де толерант арқылы мен өзімнің италиялық тілді меңгердім демей қояйын, бірақ базалық түрде меңгердім, және де неміс тілінде мен білдім. Яғни ол аптасына 2 рет болатын. Бір сағаттан бірінші сабақ неміс тілі болады, екінші сабақ итальяндық тіл. Осыған рахмет айтқым келеді. Және де одан басқа бізде көптеген мобильный сайты сондай болды, бірақ өкінішке орай біз карантин несіне карантин уақытына кетіп қалдық. Бірақтан да біздің университет көптеген елдерге жібереді, ол Erasmus бағдарламасы арқылы, және де шығыс елдерінде де болады, ол Корея, Япония, Қытай и Түркия. Мен Түркияға барғым келді, 3-ші курста барлық емтиханнан тапсырып шақырту алдым. Содан кейін карантин болып қалды. Сол мен 4 жылым босқа өткен жоқ, бірақ мен шетелге шыға алмадым, бірақ қазірде Қазақ ұлттық университеті арқылы мен Италия мемлекетінде Пиза қаласында экономика білімін жалғастырдым десек те болады. Тағы да айта кетсем, Казгуда көптеген ұйымдар болған, яғни Жігіт сұлтаны, Наурыз тойлары ақпанда ма сондай болатын. Және де тек қана ұйымдар емес, научный, ғылыми конференциялар болды. Аль-Фараби әлемі тағы да бізде бір болды, Ресеймен байланыс арқылы қандай еді? Конференция болды. Сондай конференциялар болды. Олимпиада болады. Олимпиадалар болды, ағылшын тілінен, және де біздің мамандықта тек қана экономиканы ғана емес, біз құқық пәндерін оқыдық, және де бухгалтерлік пәндер оқыдық, экономика факультетінен де бізге көптеген мұғалімдер келетін. Бухгалтерлік есепті өттік, по-моему, сіздер өтіп жатсыздар ма? Осы арқылы маған көптеген фундамент берген болатын. Қазіргі кезде мен микро-макроэкономиканы өтіп жатырмын, негізін біліп тұрмын, және де осы арқылы мен эконометриканы да өтіп жатырмын. Біз эконометриканы өткен жоқпыз, бірақ біз өттік. Күшті. Қиналып жатырмын кішкене, шынымды айтсам, бірақ осы фундамент болмаса мен білмеймін, наверное, тапсыра алмайтын едім. Ал енді қазіргі студенттік өмір қандай болып жатыр екен? Өйткені студенттік өмір уже сіздерге уже өткен шақ. Вот нағыз студент қазір бізде Лаула. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі күні әлемдік экономика мамандығының 3-ші курс студентімін. Ең алғаш сол 1-ші курсқа орта мектепті бітіріп келген кезімізден ақ
өте қызық болды. Факультеттің өзі сол жаңағы қазу қалашығынан ерекшеленіп тұрды ғой, жекешеленіп. Ең алдымен жаңағы алғашқы күндер таныстыру күндері өткеннен бастап жаңағы әлем тілдерін оқуға болатынын, ары қарай өзіңді дамытуға болатынына шынымен де көзім жеткен еді. Сол тек қана бір арман болып қалған жоқ. Міне қазіргі таңда 3 жыл уақыт ішінде өзімнен үлкен прогрессті байқаймын. Өзімнің группастарымнан, менімен бірге қатар оқуға түскендерден кейде қалжыңда барамыз, айтып қоямыз, 3 жыл бұрын қандай едік, қазір қандаймыз деп. Біз қанша жаңағы мүмкін көп жағдайларда айтуымыз мүмкін, айтпауымыз мүмкін, бірақ та өзімізге іштей сезіледі, что бізде прогресс бар, біз дамып жатырмыз. Сол жаңағы мектеп бітірген күйімізде қалып қалған жоқпыз. Оның дәлелі ретінде ең алдымен сол жаңағы студенттік топтар, өздеріңіз атап өткендей, сол ұйымдар әлі де өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Сұңқар кәсіподақ ұйымы, студенттік кеңес, көмек, тағы да басқа ұйымдар. Мен сол аталған ұйымдарда студенттік кеңес және Сұңқар ұйымында қатар 2 ұйымда болдым. Студенттік кеңес ұйымы өте жақсы жұмыс жасадым. Ол негізінен студенттер үйі номер 14 бізде. Соны жақсы басшылыққа алды. Ол жердегі тәртіпті, жаңағы шетел студенттермен қарым-қатынасты, олармен бірге жаңағы сабақтан тыс уақыттарда олардан информация алып, олардың елдері туралы, ата-аналары туралы жай ғана жаңағы бір информация болса да, ол бізге үлкен көмек, біздің арамыздағы бір достық қарым-қатынасты одан ары нығайтып кетті десек те болады. Және біз ортасында 2-ші курста, яғни карантинге кетіп қалдық, және келгеннен кейін қайтадан бір 2-ші отбасымызбен қауышқандай болып, бізде бір сондай сезім болды. Ал дәл қазіргі сәтте неміс тілін оқудамын. Жаңағы ағайымыз, апайымыз сабақ береді. Мен сонда бір мақтанатын жерім, айта аламын, ауыз толтырып, мен өзіме үлкен қазіргі таңда бір қоржын жинап жатырмын. Мен осы халықаралық қатынастар факультеті қабырғасын бітірген кезде менде үлкен болашақ өмірге, мен жаңағы болашақта мен қандай жерде жұмыс жасасам да мен өзімді көрсете алатын. Біз мысалы 1-ші курста психологияны оқыдық, социологияны оқыдық. Жалпы біздің осы экономиканың өзі ол қоғамның барлық саласын біріктіреді ғой, бұл мамандықтың өзі. Сол себептен де мен сол кездегі таңдауыма ешқашан өкінген емеспін, және де болашаққа мен өзіме үлкен тұлға ретінде қарай аламын. Және мен сол үшін де факультетіме осындай қазуға алғыс айтамын. Иә, негізі мамандық бойынша айтып кетейін. Ең бірінші біз 2015 жылы түскен жылдары бұл мамандық 3 университетте болды. Қазақ ұлттық университетінде, және де Еуразия ұлттық университетінде, одан кейін нархоз дейді ғой бізде. Сол жерде болды. Қазір кезде пространство көбейген, қазір университеттерде осы мамандық дамып келе жатыр. Бірақ негізі қаланған, қарашаңара қаланған жақсы жүйеге келген осы алғашқы осы университет деп айтуға болады. Осының ішінде біздің университетті айтсақ болады, біздің факультетті айтсақ болады. Өйткені мен қазір Түркістан қаласында халықаралық туризм және меймандостық университетінде жұмыс істеп жатырмын. Сол жерде менің проректорым бар, қаржы жөнінде проректор, Қарлығаш Әмірқызы. Ол кісі осы біздің мамандықта оқыған, бірақ біздің мамандық сәл басқаша аталған, халықаралық экономикалық қатынастар. Экономикалық қатынастар деген. Дәл соны оқып кеткен. Одан кейін менің өзімнің тікелей басшым Ержан Мырзатайұлы. Сол кісі де осы әлемдік экономика мамандығында оқыған. Сол кісілердің арқасында қазір университет дамып келе жатыр. Мысалы, бір мемлекетке бір пайдасын тиіп дамытып жатқан, мысалы, қоғамға үлесін қосып жатқан, мысалы, нәтижесі десек болады біздің университет. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір таңда әлемдік экономика ол ең алғаш осы халықаралық осы қатынастар факультетінде, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ашылған болатын. Және әлі күнге оқудың 3 деңгейі, бакалавриат, магистратура, докторантура тек осы университетте ғана. Ал басқа университеттерде бар, бакалавриат бар, кейбір жерлерде магистратура да бар, бірақ 3 деңгейі тек осы неде, жаңағы біздің университетте, біздің осы кафедрада, халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасында, және республика бойынша жаңағы барлық осы мамандыққа қатысты оқу әдістемелік кешендер, кітаптар барлығы жарияланатын, және де осы жерде мақұлданатын оқу әдістемелік жаңағы кеңес деп аталады, республикалық. Ол да осы біздің университеттің несінде, жаңа базасында жасалған. Жалпы осы бұл әлемдік экономика бағыты ол өте маңызды. Дәл қазіргі мынау әлемдік экономиканың жалпы тіпті әлемдік экономика демей-ақ
тіпті кез келген біздің тұрмыстық өміріміздің өзін қазір біз әлемдік байланыссыз немесе жалпы қоғамның өмірдің жаһандану жағдайында әлемдік экономикамен сыртқы ортамен байланыссыз елестете алмаймыз. Ал енді сыртқы ортаны байланыстыру үшін соны зерттеу керек басқа елдерді, олардың экономикасын, мәдениетін, менталитетін, тілін, басқа тағы да басқа жаңа саясатын, саяси жүйесін барлығын да зерттеуіміз керек. Осы тұрғыдан алғанда әлемдік экономика, жаңа мен де басында айтып кеттім, осы экономиканың ішіндегі өте бір спецификалық ерекшеліктерге ие мамандық деп айтсақ болады. Және де осы жаңа сіздер студенттік өмірлеріңізде жалпы жақсы айтып өттіңіздер қоғамдық өмірді. Және мен соған жаңа қосып кетейін дегенім, бізде студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы деген бар, ол бағыт өте жақсы жаңағы жолға қойылған. Бізде жыл сайын республикалық жаңағы студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының республикалық конкурсы өтеді. Одан кейін өте өзекті тақырыптар бойынша сіздер диплом жұмыстарыңызды таңдайсыздар. Сіздер уже мысалға таңдап қорғап дипломдарыңызды алдыңыздар. Ал қазір таңда лаула мысалға 3-ші курста қазір болашақ өзінің диплом жұмысының тақырыбын таңдау үстінде. Сол сияқты есімде болса сіздерде 3-ші курста таңдаған болатынсыздар. 3-ші курстың 2-ші семестрі ма сондай болды. Жетекшілерді де, то есть 6-шы семестрде уже таңдағансыздар. Мұның өзі, то есть 3-ші курсты әлі бітірген жоқсыздар, бірақ келесі жылы болатын диплом жұмысын таңдап жатырсыздар, сабақ қойды осы арқылы. Сіздерде болды. Сіздерде болды ма? Сіз бердіңіз ғой? Тоже scientific академиялық жазба деген, ғылыми жазба деген сабақ болған. Осы неге жаңағы бағытқа, осы диплом жұмысын таңдауға, тақырыбын және де оны жазуға үйрететін сабақ десек болады. Жалпы ол сабақ болмаса да, то есть бұның өзі осы сіздердің студенттердің ғылыми әлеуетін, потенциалын арттыруға, дамытуға бағытталған. Сол үшін де ол 1 жыл бұрын, то есть тақырып беріледі, зерттеу тақырыбы. Сол бойынша сіздер материал іздейсіздер. Осы тұрғыдан алғанда осы студенттердің ғылыми көзқарасын, ғылыми дүниетанымын қалыптастырудағы жалпы осы әлемдік экономика саласындағы нелерді, өздеріңіздің мәселелеріңізді, мысалға таңдаған тақырыптарыңызды қазір таңда бір қысқаша айтып өтсеңіздер. Сіздерге не үшін соны таңдадыңыздар, несімен қызық болды, және де жалпы қалай ғылыми жұмысты қалай жазып шықтыңыздар, мысалы кейін диплом жұмысын жазғанда? Менің ғылыми жұмысым, дипломдық жұмысым негізгі Қазақстан аумағындағы Батыс Қытай, Батыс Еуропа транзиттік жолының бізге пайдасы мен пайдасы келіп жатыр ма, келмей жатыр ма, сол туралы болған негізгі. Қазақстанның транзиттік әлеуеті. Транзиттік әлеуеті туралы болған. Неге оны алдым? Өйткені бізде негізінде Батыс Қытай мен Батыс Еуропа көп мүдде күтілді, көп сенім күтілді. Алайда ол жол дамып салынғанымен көптеген жоспарлар орындалмау үстінде болды. Сонымен қатар мүмкіншіліктер мысалы көтерілмеді. Сол транзиттік жолдардың бойында қызметтік салаларды көп дамытпады. Сондай нәрселерді көтеру үшін, жай-күйін анықтау үшін сол бағытта таңдап алдым. Дипломды жақсы қорғап шықтым деп ойлаймын. Мен тақырыбым халықаралық маркетинг болды. Ол жерде 1 жыл бұрын болды, есімде жоқ, бірақ мен ресейлік және қазақстандық бір компанияны алдым. Соның маркетингтік жол логистикасын толықтай зерттеген болатын, және де ресейлік компанияға не жетіспейтін, және де біздің қазақстандық компанияға не жетіспейтін қорытындыладым, және өзіме көптеген білім алдым десек болады. Тоже жақсы қорғаған сияқты еді. Жақсы. Сіздер қазір таңдап жатсыздар, таңдап қойдыңыз ғой сіз? Мен таңдап қойдым. Енді қысқаша айтсаңыз, қандай тақырып және не себепті? Мен қазіргі таңда таңдап отырған тақырыбым жасанды интеллект, әлемдік экономикадағы және сол жасанды интеллекттің орны қазіргі адамға, біздің қоғамға оның тигізетін әсері дейміз, және де адамдардың оған көзқарасы. Сонымен қоса, әрине ол 4-ші өнеркәсіптік революциямен тығыз байланысты болып келеді жасанды интеллект. Мен үшін өте қызық, және ол
менің ойымша қазіргі жастар үшін, біздің болашақта ойлайтын жастар үшін өте актуальны тақырып деп ойлаймын. Себебі болашақта барлығы IT технологиялардың дамыған заманы, сонымен қоса адамның көптеген қол еңбегін роботтарға ауыстыру, сол арқылы адамның жұмыс жасау сағатын қысқарту деген сияқты 8 сағаттан 4-6 сағатқа дейін мысалға болжамдар күтілуде. Сол сияқты соның негізінде жаңағы жобаға да қатысып жатырмыз, ағайым отыр осы жерде, NERSқа қатысып жатырмыз. Ол да болса жаңағы осы жоба негізінде, сонымен қоса бір жаңағы конкурсқа қатысамыз деп ойымызға неше түрлі идеялар келіп, мен айта алатын едім, бұл жер жаңа халықаралық қатынастар факультеті қазу жалпы ол дамудың ордасы деп білеміз, даму алаңы деп білеміз. Себебі жай ғана жүрмей, жай ғана кітаптарды алып оқып қоймай, содан өзіңе бір нәрсе түйіп, жаңа Қазақстанды қалыптастыруға мүмкіндіктер ашылып жатыр деп ойлаймын. Иә. Өйткені бізде екінші курста мамандық таңдайтын болатынбыз. Келесі жылға 2 мамандық өзіміз. Мамандық емес, траектория. Мамандық емес. Оқу бағыты, пән таңдайтындығымыз келесі жылы. Сол кезде бізде өзімізге таңдау береді студенттерге. Сол кезде таңдағанбыз, біз халықаралық қатынастар пән таңдадық та. Соны оқыдық. Ол кезде бізге Амангелді ағай берді. Өте қызықты болатын тұғын. Қазіргі жағдайларымен, мысалы, сіз айттыңыз ғой жаңағыдай, қазіргі білімді үйлестіріп жатыр ма, бір-бірін үйлестіріп жатыр ма дедіңіз. Сол кезде мысалы сол уақыттағы негізгі өзекті мәселелерді алға көтеріп, сол арқылы дебат өткізіп, өзіміздің жаңа ойымызды білдіріп, сол туралы ой қалыптастырып, сөйтіп тек экономика саласын ғана емес, халықаралық қатынастарды да қозғап өткен тұғымыз. Сондықтан осы кезде бір қуантарлық жағдай, мысалы келесі жылы мысалы қандай пән таңдайтын кезде мысалы өзіңе ұнайтын пән таңдап білім алуға болады. Иә, яғни не бар? Академиялық еркіндік. Иә, академиялық еркіндік бар. Иә, өздеріңіз таңдайсыздар, оқытушыны да өздеріңіз таңдайсыздар. Сол арқылы одан кейін өздеріңіздің жаңағы білімдеріңізді бағалаймыз. Одан кейін еще бағалайсыздар. Бағалаймыз. Оны еще біз кім бағалап отқанын білмейді ғой. Сондықтан оны бәрі шынайы түрде тапсыратын тұғын. Сонысына риза болады. Иә, сіздер жаңа университетті бағалайсыздар, басшылықта, одан кейін тікелей сіздерге сабақ берген әрбір оқытушыны, одан кейін жаңағы куратор адвайзерді, студенттің көзімен деп аталатын жаңағы сауалнамаларды толтырасыздар. Ол да бар. Бұның барлығы сол студенттерді тек қана біліммен ғана емес, білім ғана беріп қана қою емес, жан-жақты дамытуға бағытталған іс-шаралар деп айтсақ болады. Болашақ студенттерге ақылым, егер сіз математикамен, сонымен қатар географиямен, басқа да әлем мемлекеттерін зерттеумен қызығатын болсаңыз, осы мамандықты таңдау бұл сіздің ойыңызбен мақсатыңызды қатарласып алға жетелейтін үмітте бір нәтиже қалыптастыруға болатын өте керекті мамандық. Өте әлем елдеріне білім алып, тәжірибе алуға өте қолжетімді мамандық. Мен қоса кетсем, география мен математикадан басқа ағылшын тілді бірге қатармен алып жүріңдер. Өйткені осы факультетке келіп, сіздерде көптеген есіктер ашылады, ағылшын тілін білсеңіздер. IELTS тапсырып, TOEFL тапсырып, академия бизнеспен кетсеңіздер болады. Ол үлкен дәреже болады сізге. Және де факультетті бітірген соң сіздер ағылшын арқылы, осы білім арқылы сіз көптеген шет компанияларда жұмыс істей аласыз. Біздің осы факультеттен үлкен үміт күтіп келдік, және ол ақталып жатыр. Жаңа осыған дейін де сөзімізде атап кеткен болатынбыз. Құрметті түлектер, егер сіздер жаратылыстану пән жағынан болса да, гуманитарлық пәндерге де қызығатын болсаңыздар, дәл сол екі бірдей қоғамдағы ең үлкен бірлестіктерді ұштастырып тұрған жер ол халықаралық қатынастар факультеті деп анық айта аламыз. Сол себептен де егер де тіл үйреніп, болашақта дамып, жақсы маман иесі болып, өз болашақтарыңызды әдемі және нақты, мықты етіп құрғыларыңыз келсе, онда халықаралық қатынастар факультеті таптырмас факультет деп айта аламыз. Жақсы, рахмет. Енді қорытындылай кететін болсақ, мен де осы мамандықтың докторантурасында оқыдым.
және осы мамандық арқылы, осы факультет арқылы, тіпті осы өзімнің қара шаңырақ альма-матер университетім арқылы көптеген елдерде болдым десем болады. Енді шетелде осы докторантура арқылы осы неде тағылымдамадан өттік, ғылыми тағылымдамадан. Өте жақсы, керемет мүмкіндіктер, балаларға, студенттерге барлық жағдай жасалған. Тек қана жаңағы ақылмен, білімді, еңбекпен, төзімділікті, қайратты біріктіріп, тек қана осы білімді, білімнің шыңын бағындыруға, осы жерде бағындыруға шақырамыз. Тек қана осы білімге ұмтылған заманда енді осы бүкіл әлемге есік ашатын білімдерді алудан құр қалмаңыздар. Рахмет сіздерге, көптен көп.